Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында люля кебаб дайындау әдісін көрсететін боламын. Біздерге ол үшін бірінші фарш қажет. Бұл сиыр етінен және бізде картоп, жуа және нан барлығын мен мясорубкадан алдын ала дайындап алдым, өткізіп барлығын. Қазір осылардың барлықтарын араластырып, фаршын дайындайтын боламыз, мариновкілеп. Мінекей. Осылай аламыз да, фаршированы барлықтарының мына жуа, картоп бәрін мясорубкадан өткізгеннен кейін суын сығып, құрғақ несін ғана аламыз. Өйткені люля кебапта мынандай ылғалды не болатын болса, ол шпажкада тұрмайтын болады. Сондықтан барлығының суын төгіп, тек құрғақтай ғана өздерін салып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Бұл жерде мен 2 картоп, ірі үлкен дегеннен, және 2 үлкен 3 пияз, және үй жағдайындағы домашний наннан жағы суға езіп, барлығын мясорубкадан өтіріп алдым ертартқыштан. Қазір енді үстіне жұмыртқа жағамыз. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын салатын боламыз. Мінекей, менде қызыл бұрыш, көп салмайын бұдан. Кішкене дәміне қарай. Қара бұрыш. Қара бұрыштың дәмін өзім өте жақсы көремін. Сондықтан көбірек саламын. Және бізде паприка. Паприка дегеніміз тәтті бұрыш. Бұның ешнесі жоқ. Дәмін өте жақсы етеді. Және тұзын. Қазір барлығын араластырып, сосын тұзын көретін боламыз. Осы жетеді деген ойдамын. Енді барлықтарын араластырамыз. Bismillah. Жақсылап араластыруымыз керек, барлығын біркелкі етіп. Одан кейін кішкене холодильникке қойып аламыз бір жарты сағатқа. Үй жағдайында духовкада пісіретін боламыз бұны. Дәмі жақсы болады. Фаршымыздың түрі әдемі болды. Қып-қызыл болды. Майсыз еттен жасадым, өйткені май еріп, шпажкадан ағып кетпес үшін. Жұмыртқа біріктіреді етті. Сондықтан отпай шпажкаға қоя береміз бұларды. Жақсылап араластырдық. Енді бұны жарты сағатқа холодильникке қоямыз қазір. Жақсылап араластырып. Дәмі жақсы. Достар, біздер жаңағы
Lula kebаптың жаніне бүгін ассортиға жанына фри жасайтын боламыз қосымша. Сол үшін қазір картоп турап бастаймыз. Салонға қылып турап аламыз. Қазір барлықтарын картоптың сөйтіп тұздап неғып май қосқан соң қуырып алатын боламыз. Барлығын осылай турап аламыз да, қазір тұздап неғып, одан кейін қуыратын боламыз. Сұйық майға. Өте дәмді болып шығады деген ойдамын. Достар, біздер міне картошка фридің барлығын турап біттік. Қазір енді осыларды тұздап қойып қоятын боламыз. Одан бұрын біз газге сұйық майымызды қойып аламыз, қыза берсін. Сковородкамыздың астын жағып, сұйық майымызды қыздыратын боламыз. Өте қатты отта қоямыз, өйткені бізде тез қызартып қуырып алуымыз керек. Май өте жақсы қызу керек. Майы қызғанша міне картошкамызға тұз араластырып қоямыз. Үй жағдайында дайындалған фри өте дәмді болады. Осылай араластырып қоямыз барлықтарын. Майымыз қызғаннан кейін шетінен қуырып ала береміз. Қызартып қуырып алсаңыздар өте әдемі вид беретін болады. Люля кебаппен өте әдемі көрінеді столға қойсаңыздар. Араластырып қойдық. Енді майымыз қызғанша осылай қоямыз.
Мінекей достар, біз қазір құруға қажетті заттарымызды дайындаймыз. Майымыз қызғанша. Мінекей ферит құратын кепкіріміз және феридin астына біз салфетка төсейтін боламыз. Өйткені майын сұйық майды ол сіңіріп алу үшін осылай салфеткалар төсейтін боламыз тарелкамыздың астына. Майды жақсы сіңіреді сонда. Креміміз майсыз болып жақсы болады піскенде. Кішкене қызып жатыр әлі енді. Егер жақсы қызарса, уже сала береміз. Жақсы қызару керек. Майымыз жақсы қызмаған екен. Ал достар, бізде майымыз қызды. Енді біз қазір қуыратын боламыз. Мінекей біреуімізді. Тез қызарады қазір. Қызған майда. Астымға қызарып жатыр уже бізде. Екі жағын бірдей қызартып қуырып алатын боламыз қазір.
Өте жақсы қызарып жатыр. Мінекей көріп тұрсаңыздар, қазір алтын түстес мынандай золотистый цветті болып жатыр. Жақсы қызартып аламыз біз. Өте дәмді болады. Turisi onday dәмді, аппетитный болып пісіп жатыр. Қазір көреміз дәмін. Жақсылық майын сығып аламыз. Өте әдемі болды. Және қалған қиыларды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Аз-аздан саламыз, көптен салсаңыз қызару қиын болады. Майды қыздырып аз-аздан салып аламыз. Қазір майымыз жасап, тағы бір қыздырып, тағы саламыз. Достар, мінекей біз фриімізді қуырып біттік. Енді біз қазір люлек кебапты формировать етеміз. Формаға салатын боламыз барлығын. Мінекей біз фаршымызды шығардық. Және бізге осындай шпажкалар қажет болады. Қазір осыларды формаға салып, духовке қоятын боламыз. Қазір мен алдын ала духовканы қыздырып қосып қойдым. Ол қызам дегенше мен тез-тезден форма жасаймын. Bismillah. Осылай форма жасаймыз. Және бұлай орнына кіргізіп. Осы сетканың үстіне қоятын боламыз. Өйткені жер болса, не болса, барлығы осы астындағы противенге ағатын болады. Мінекей, тағы да біреуін көрсетейін форма жасап.
осылай шпажкаға қойып аламыз. Ешқандай ағып түсіп кетпейді, өйткені бұл жерде бізде жұмыртқа қосылған және де майсыз. Тағы да біреуін көрсетейін. Осылай фаршымыз біткенше осылай форма жасаймыз. Қазір барлығын бір лист толғанша осылай жасаймыз да соны салып жібереміз. Қалғанын артынан дайындап тұрамыз. Мен фарш нелерді өлшеген жоқпын. Барлығын на глаз көз өлшеммен алдым. Барлығын өзімізге жетеді ау дегенде қылып. Достар, осы арнаға жазыламыз. Күн сайын жаңа рецептілер түсіретін боламын сіздер үшін. Және де каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетсеңіздер, мен міндетті түрде барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Парақшамызға тіркелеміз және осы видеоның ссылкасын WhatsApp арқылы барлық таныстарыңызға таратып, қазақша аудиторияның дамуына үлестеріміз қосамыз. Достар, сіздерден үлкен өтініш, осы каналдың дамуына атсалысыңыздар. Сіздерге жақсы рецепттер түсіретін боламын. Оразаға, сәрлікке, сондай қандай тағамдар қолдануға болатын, сондайлар рецепттер түсіретін боламын сіздер үшін арнайы. Достар, мінекей біз барлығын форма жасап бітірдік. Енді осыны қазір біз алдын ала қыздырылған духовкаға салатын боламыз. Духовканың ең жоғарғы градусына қоямыз. Әркімде енді әрқалай. Бізде газовый духовка болған соң ең жоғарғы несіне қойдық. 320 градуста мен қазір духовкам қызып тұр. Мінекей қазір қызып тұрған духовкаға саламыз. Міне печкаға. Астына тура мынандай қылып пустой противень саламыз. Чтобы мынадан аққан май барлығы духовкаға емес, мен осы противеньге ағатын болады. 10-15 минутта дайын болады. Келесі бетін аударып қоямыз, одан кейін екінші беті қызарғанша тағы ұстаймыз. Достар, біздердің люля кебаб дайын болып қалды. Оған дейін біз қасына ассорти жасаймыз. Огурцы, помидор турап қоямыз. Және фримен люля кебапты бірге беретін боламыз. Қазір барлықтарын турап саламыз. Барлықтарын бұлай жасайтын боламыз. Екі жағынан саламыз. Осылай. Дайын болғанша осыларын дайындап аламыз, барлықтарын. Өте дәмді болады. Қонақ келгенде столға, бір мезгіл кешкі асқа өзімізге дайындағанға өте дәмді.
бірақ столға тарелкаға салғанда фриді помидордың қасына салуға болмайды, өйткені помидордың суы шығады да фриларымыз жұмсақ болып қалады. Сондықтан фриді, картошканы огурцидың жанына саламыз. Мына фри мен ненің ортасында, помидордың ортасында бізде жаңа люля кебаптарымызды қоятын боламыз. Және біз огурцидың жанына фри саламыз. Қазір уже кебаптарымызды алатын боламыз біздер духовкадан. Өте дәмді пісуде. Өте әдемі болып пісті. Біз енді осыларды осы неге алып салатын боламыз. Өте ыстық қазір духовкадан шығарғандықтан. Міне достар, біздердің неміз люля кебап дайын болды. Өте міне оформлениясы несін жасаймыз қазір. Осылай столға қойсаңыздар болады. Рецепт ұнаса лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Және де алда өте қызықты рецепттер болады. Сіздермен болған мен Ағила. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Сау болыңыздар.